Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді және де дәмі ерекше красный бархат тортын жасаймыз. Ең алдымен айранымызға содамызды қосып, айранымыз көтерілгенше шетке қойып қоямыз. Содан соң жұмыртқамызды миксерлеп, үстінен қантымызды қосып, біздің жұмыртқалық массамыз 2 есе ұлғайғанша миксерлеп отырамыз. Сұйық майымызды қосып, миксерлейміз. Біздің құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз. Ұнымызға разрыхлителімізді, какаомызды қосып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Содан соң жәймендеп біздің жұмыртқалық массамызға қосып, миксерлейміз. Айранымызға біздің красный бархатқа арналған краскамызды қосып, біркелкі болғанша араластырып отырамыз. Содан соң біздің қамырымыздың үстінен қосып, жақсылап миксерлейміз. Біркелкі етіп миксерлеп болғаннан соң пергамент қағазын дөңгелекше етіп формалар жасап, әрбір формаға бірдей етіп құйып шығамыз. Менде 5 штук бисквит шықты. 4-еуін құрастыруға және де 1-еуін бетін әсемдеуге жасадым. Енді кремін жасауға кірісеміз. Сливкиімізді сахарный пудра қосып, қою масса болғанша миксерлейміз. Барлығын миксерлеп болғаннан соң үстінен сливочный сырымызды қосып, қою крем болғанша миксерлеп отырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Ең алдымен бисквитімізді қойып, үстінен кремімізді біркелкі етіп жағып шығамыз. Осылай кезек-кезек 4 бисквитімізді орналастырып шығамыз. Бетін тегістеп, ең жоғарғы жағына жаңағы үгітілген біздің красный бархаттың бір бисквитін әсемдеп шығамыз. Өзіңіздің қалауларыңыз болса әсемдесеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын.